Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздің кезекті салатымыз гүлді қырыққабатты кәрісше дайындайтын боламыз. Ендеше алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда шыққан рецепттерді ең бірінші болып тамашалайтын боласыз. Ендеше видеоны соңына дейін көрейік. Бізге керек ингредиенттер: паприка, шыбырыш, сұйық май, қант, тұз, кориандр, кристаллик, қырыққабат керек, және де бір сәбіз, жарты болгар бұрышы, сарымсақ керек және уксус керек. Ендеше алдымен біздің гүлді қырыққабаттарымызды кесіп, бөліктерге бөліп дайындап алайық. Ол үшін видеода тамашалап тұрғандарыңыздай, әрбір гүлдерін кесіп орташа көлемде дайындап аламыз. Енді осы біздің туралған гүлді қырыққабатымызды қайнап тұрған суда 4-5 минуттай ғана пісіріп аламыз. Оған дейін біздің басқа көкөністерімізді дайындап алайық. Ол үшін болгар бұрышымызды ұсақтап, жіңішке жолақшаларға кесіп аламыз. Енді сәбізімізді де теркадан өткізіп аламыз. Сіздерге әрқашан қайталаймын, терканы таңдаған кезде осы сәбіз турайтын именно терканы тесіктері өте жуан болғаны жақсы болады. Енді біздің сарымсақтарымызды да жіңішке кішкентай теркадан өткізіп, немесе сарымсақты қысқышпен езіп алсаңыз болады. Міне біздің қырыққабаттарды 5 минутта пісіп дайын болды. Салқын суға салмаймыз, тек қана судан осылай суын ағызып аламыз. Қырыққабатты осы ыстық күйінде пайдаланамыз. Ыстық күйінде біздің көкөністердің үстіне саламыз. Енді осының үстіне тұзымызды себеміз. Бұл жерде 1 шай қасық тұз. Тұзды сепкенде де барлық жеріне тигізіп, барлық жеріне сеуіп шығамыз. Және де 1 ас қасық қант. Қантты да барлық жеріне сеуіп шығамыз. Енді жарты шай қасық уксусымызды да барлық жеріне тамшылатып шығамыз. Енді жарты шай қасық кориандр және де жарты шай қасық кристаллик. Оны да сеуіп шығамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырғанда қатты мұжғылаудың қажеті жоқ. Тек жоғарыдан төменге қарай сәл араластырып. Енді гочи-джереме тұздығын жасаймыз. Ол үшін 1 шай қасық ащы қызыл бұрышқа 1 ас қасық паприканы қосамыз. Енді осының үстіне 30 мл қайнап тұрған ыстық сұйық майды құямыз. Бұл тұздықты сіздер алдын ала үлкен көлемде де жасап банкаға салып қойсаңыздар болады. Кез келген уақытта кәріс салаттарын жасағанда пайдалануға өте ыңғайлы болады. Бұл кәдімгі базарларда кәріс салаттарын сатады ғой. Сол кезде ащысын сұраған кезде мешочкқа салып аз-аздан береді ғой, қызыл осындай дәмдеуіш. Дәл осы дәмдеуішті гочи-джереме деп айтады. Осылай жақсылап араластырамыз. Осыны біздің салатымыздың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін біздің гүлді қырыққабатымызға барлық дәмдеуіштері жақсылап сіңу үшін бұл салатты аз дегенде 8-9 сағат холодильникте ұстау керек. Содан кейін барып жесеңіз болады. Сол кезде гүлді қырыққабат барлық дәмдеуішті осылай бойына сіңіріп, өте дәмді болады. Сәбізі де өте жұп-жұмсақ болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дайындалу өте оңай, әрі дәмі тіл үйіреді. Дастарханыңыздың сәнін келтіреді.
Ендеше видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Тағы да сіздерді қандай рецепттермен қуантайын, оны да комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.